Жаш жүректің өмірлік құштары гүл, бағбан ұстаз баулыған құстары бұл. Қоштасып бүгінгі күн ұясынан, сол құстардың бір тобы ұшқалы тұр. Мінекей, бүгін қызығы мен қиыншылығы мол, әр оқу жылы қайталанбас тарихқа толы мектептің мерекесі. Оқушылардың сыныптан сыныпқа көшіп, асыға күткен, жазғы демалысқа шығарып салатын соңғы қоңырау салтанатты мерекесі. Кеше ғана тұлымдары желбіреп, жүректері лүпілдеп, мектеп қабырғасын имене аттаған ұл-қыздарымыз ойы толып, бойы өсіп, алтын ұя мектебімен қоштасқалы отыр. Бұл күн мектеп тарихында мектеп бітіруші түлектер есінде мәңгі өшпес анық. Мінекей, тағда бір оқу жылы аяқталып, лицейіміздің 59 түлегі бүгінгі салтанатты жиында балалықпен, мектеппен қоштасқалы тұр. Мектептегі соңғы қоңырау мерекесі бұл мектеп тарихына енетін көңілді әрі қуанышты оқиға. Түлектер өздерінің 11 жыл білім алған алтын ұяларымен қоштасса, ұстаздар өздерінің сүйікті шәкірттерін өмірге қанаттандырады. Барша жас түлектерді алда үлкен сын күтіп тұр. Барлықтарыңызға ұлттық бірыңғай тестілеуден абыроймен өтіп, Қазақстанымыздың білікті маман атануларыңызға тілектеспіз. Ал мектептегі алғашқы жылдарын сәтті аяқтап, бірінші сыныптан екіншіге аяқ басқан жас бүлдіршіндер мен барлық мектеп оқушыларына жазғы демалыстарын жақсы өткізіп, көш жинап, жайдары көңіл-күймен жаңа оқу жылының ауруларына тілектеспіз. Сіздер бүгін мектеппен қоштасып, үлкен өмірге жолдамалғалы тұрсыздар. Бүгін барлық қазақстандық түлектер үшін мектеппен қоштасуға арналған атаулы мереке. Еліміздің болашағы сіздердің қолдарыңызда. Сондықтан да қай кезде де терең білім алу жолында жалықпай, талмай ізденіп, ел тізгінін ұстайтын азамат болуларыңызға ізгі тілегімізді білдіреміз. Алғашқы қоңырау балалық арманыңды жетелеп, білім алып, мақсатыңды айқындауға шақырса, соңғы қоңырау үні кәмелетке толып, оң солын танып, қанаттанған бозбала мен бойжеткенді арман биіктеріне ұшырып, ең үлкен өмір мектебіне шығарып салады. Соңғы қоңырау осындай қимас қоштасу әуені сәтімен де ыстық. Құрметті жас түлек, қадамдарыңызға сәттілік тілей отырып, әрқашан өмірде жолдарың болсын деген тілегімізді білдіреміз.